Құрбан шалу қиссасы. Бір күні Ыбырайым пайғамбар Ысмағұлды бауырына қысып еміреніп отыр еді. Тәңірісінен уақи келді. «Ей досым, есіңде ме? Бір ұлға зар болып, қубас атанып жүргеніңде маған қылған сертің бар еді. Бір дұғаңда Тәңірім бір ұл берсе, Құдай жолында дүниедегі ең қымбат байлығымды құрбан етемін, деп едің. Жаныңдай жақсы көретін қымбатың не?» деп сұрады. Ыбырайымның төбесінен жай түскендей болды. Ол: «Ұлым Ысмағұл», деді көмілжіп. «Ендеше ұлыңды менің жолыма құрбан ет», деді Тәңірісі. Пайғамбардың іші алай-дүлей болып кетті. Көкірегінде құйын айналып, жан сарайының астан-кестеңін шығарып жатқандай болды. Бауыры судай езіліп, өкпесі өртеніп жатқандай сезілді. Жүрегі жорға аттың дүбіріндей дүрсілдеп кетті. Сай сүйегі сырқырап, саусақтары қарысып, көзі жанарынан шығып кете жаздады. Құлағы тас керең болып бітіп, тынысы тарыла түсті. Екі иығына ауыр жүкті арта салғандай, еңсесі езіліп, денесі шөгіп кеткендей болды. Жүрегінен бір ой арам шөптей өсіп шығып, Құдайдың әділетсіз әмір бергенін сыбырлап айтып жатты. Сау ақылдың таразысына салса, солай сияқты көрінді. Арам ой қамыстай қаулап, тербеле бастады. Сыбызғының үніндей азынап, жан жүрегін балталап жатқандай сезілді. Сүт пісірім уақыттай арам оймен арпалысып отырды. Бір кезде орнынан сүйретіліп әрең тұрды. Үйінің қабырғасында ілініп тұрған алмас кездігін алды. Қынынан суырып көріп еді, жүзі жалт-жұлт етіп қылпылдап тұр екен. «Құдай расымен ұлымның жанын алмақ па?» деген сұрақ санасынан кетпей қойды. Қанжарын қынына салып сыртқа беттеді. Қораның есігіне ілініп тұрған арқанды алды да, қолымен әрі-бері тартып, мықтылығын тексерді. Сосын жан-жары ажарға барып: «Ысмағұлды жуындырып шашын тара, әдемі киімдерін киіндір, досыма апарамын», деді жүзін төмен жасырып. Ажар да бір нәрсені сезгендей алаңдай бастады. Бірақ сұрамады. Ол еріне имандай сенетін. Айтқанын екі етпеді. Ұлын жуындырып, шашын тарап, әдемі көйлегін кигізді. «Апа, мен қайда барамын?» деді ұлы. «Әкеңнің досына барасың», деді шешесі. Осы кезде ібіліс жетіп келіп, ажарға уәс-уәс сала бастады. Ол ажардың оң жағынан, сол жағынан келіп азғырып: «Ыбырайымның досы жоқ, ұлын қайда апара жатыр?» деді ажар. «Ей ібіліс, білмеуші ме едің? Оның Құдайдан басқа досы жоқ», деді. «Ендеше ол ұлын Құдайға апара жатыр, солай ма?» «Иә, не үшін апара жатыр?» «Ұлы екеуі құлшылық ету үшін». «Не үшін қолына арқан алды?» «Тауға өрмелеп шығу үшін». «Қанжарды не үшін алды?» «Ол ер адамның серігі, қорғаны. Тауға барғанда жыртқыштар шабуылдауы мүмкін». «Әлгінде күйеуің неге көзіңе тік қарай алмады?» «Сөйлегенде үнінде өксік бар. Иегі кемсеңдеп тұр. Жүзін көрсетпейін деп теріс айналды. Ол сенен бір нәрсе жасырып тұр», деді ібіліс уәс-уәсін күшейте түсіп. Ажар ойланып қалды. Аналық жүрегі де бірдеңе сезгендей алабұртып шыға келді. Расымен, жүзін неге жасырды, неге теріс айналды, мұндайы жоқ еді, деп ойлады. Ібіліске де керегі осы еді. Ажардың ойланған сәтін қапы жібермей: «Көрдің бе, ол Құдайға құлшылық ету үшін баратын болса, бұлай теріс айналмауы керек еді. Есіңде ме, сені жапан түзге жаңа туған сәбиіңмен тастап кетер кезде де осылай теріс айналған. Қазірде ішіне бүккен бір арам ойы бар, бірақ айтпай тұр. Сол кезде сенен бәйбішесін артық көрді. Сені арам қатсын», деп ажалдың аранына тастап кетті. 10 жыл іздемеді,
сені аман қалды дегенді естігесін ғана қайтып келді. Енді Ысмағұлдан Ысқақты артық көріп, екі ұлдың бірінің көзін жойғысы келген шығар, деді Ажардың күмәнін түрте түсіп. Егер расын айтсам, ол Ысмағұлды Құдай жолына құрбандыққа шалу үшін апара жатыр. Тіпті саған айтқан да жоқ, деді Малғұн. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Ол Ысмағұлды жанынан артық жақсы көреді. Тіпті ұлы үшін өзін құрбан етуге әзір, деді Ажар. Мың жерден пайғамбар болса да, көзсіз ақымақтың өзі. Құдай үшін деп қатын баласында ұмытатын нағыз ақкөз. Соқыр сенімге иланып, баласы мен қатынын бауыздап тастаудан танбайтын нақұрыс. Әлі кеш болмай тұрғанда жылдам барып жағасына жармас. Бетінен ал, керек болса екінші ұлын құрбандыққа шалсын. Берме жалғызыңды, деді сайтан, уәсуәсін үстемелеп. Ажардың ақылы мен иманы, сабыры мен ашуы арпалысқа түсіп, ішін алай-дүлей етті. Күмәнді сұрақтар миын құрт сияқты кеміріп, көкірегін үңгіп қазып, қауақшаға айналдырғандай әсер болды. Ұлын ертіп әкесіне әкелді. Ыбырайымның жүзі солғын, қаралы хабар алғандай тереңнен тыныстап тұр екен. Баласын көргенде пайғамбар маңдайынан сүйіп, бауырына қысты да кемсеңдеп жылағандай болды. Көз жасын алақанымен жасырып, теріс бұрылды да ұлын жетектеп жүре берді. Әйелі жөн сұрайын деді, бірақ бата алмады. Ештеңе сезбегенсіп сабырын қалқан етіп тұра берді. Ібіліс барлық айла-малын жұмсаса да Ажардың сабырын сындыра алмады. Ол күйеуінің адал жүрегі мен Құдайдың әділдігіне иманы берік еді. Әйелге әсер ете алмағасын Ібіліс жетіп келіп баланы азғырды. Енді Ысмағұлдың жүрегіне жайғасып алып азғыра бастады. Әкең қайда апара жатыр, білесің бе? Деді. Ысмағұл досына деп жауап берді. Оның досы қағбаның ішінде емес пе? Құдай ләмәкан, ол барлық жерде бір мезгілде бар. Әкең арқан мен қанжарды не үшін алды? Білмедім. Сұра не үшін алған, деді Малғұн. Ысмағұл әкесіне қарап. Көке, арқан мен қанжарды не істейміз, деді. Ұлым, Құдайға құрбан шаламыз, деді әкесі көзіне жас толып. Бұл кезде Ыбырайым екі көзінен жас ағып, ұлын қимай жылап келе жатыр еді. Ібіліс баланың жүрегін тағы түртіп. Қайдағы құрбандық? Құрбандыққа шалатын малдарың қайда? Әкең не үшін жылап келеді? Мен білсем, ол сені құрбандыққа шалмақшы, деді. Ысмағұл ойланып қалып. Ібіліс оның күмәнін бұрай түсіп. Есің барда тезірек қашып кет. Әйтпесе алжыған әкең сені өлтіріп тастайды, деді. Ысмағұлда пайғамбарлық ұшқын бар еді. Ол уәс-уәс ой салып жатқан Ібіліс екенін біліп қойды. Білген бойда дереу кәлима айтып, зікірін үдете түсті. Сайтанды денесінен қашырды. Ол денесіне дари алмай қашықта құлағы салпиып қарап тұрды. Бірақ сонда да қоймай, маған қарай қаш, ажалдан құтыласың дегенді ишаралап ілесіп келе жатты. Ысмағұл шыдай алмай, Құдай жолында шыбын жаным садақа. Бірақ соңғы сәтке дейін Құдайдың рахымынан үмітім бар. Ал сен, Малғұн, үмітсізсің, деді де жерден тас алып 7 рет лақтырды. Ысмағұлдың атқан тасы Малғұнның денесіне от боп тиді. Кейіннен жүрегін сайтанға алдырмайтын момындарға қажылық сапарда шайтанға тас лақтыру сүндет болып бекітті. Ыбырайым ұлын ертіп Мына тауына шықты. Бұл жерде адам ата алғаш құрбан шалған екен. Әкесі баласын құшақтап жылай берді. Ұлы, көке, неге жылап тұрсың, деп сұрады. Ұлым, сені Құдайға құрбан етіп шалмақпын, деді әкесі. Неге ертерек айтпайсың? Ең болмаса апаммен бақылдасып шығар едім, деді. Ұлының сөзін естіп, әкесі көз жасына ерік берді. Иегін ұлының иығына қойып кемсеңдеп жылады. Ысмағұл, көке, анама сәлем айта барыңыз, ақ сүтін кешсін, мен құрбандыққа разымын, Алланың әмірін тезірек орындаңыз, деді. Әкесі көз жасын жеңімен сүртіп, баласын бір тастың үстіне жатқызды.
қол мен аяғын мықтап байлады. Көңілін бір үміт, бір күдік мазалап тұрды. Расымен Құдай ұлымның жанын алмақ па деген күдік қара бұлттай қаптады. Мейірімді Құдай ұлымды ғана былғамас, қанға былғамас деген сәуле бұлт арасынан жылт етіп сығалап тұрды. Көкке қарады, айналасын барлады, бірақ Құдайдан ешқандай белгі түспеді. Сонда да үмітін үзбей, шыбынның ызыңына дейін қалт жібермей зер салып қарап тұрды. Бір кезде ұлы: «Көке, арқан қол-аяғымды қиып барады, тастың суығы денемнен өтіп барады, тезірек Алланың әмірін орындашы», деп өтінді. Мұны естігенде Ыбырайымның етегі жасқа толды. Арқанды сәл босатайын деп еді баласы: «Көке, маған аяушылық білдірме, Құдайдың әмірін орындай алмай қаласың. Мен де қиналып арқаннан қолымды шығарып алып жүрермін, арқанды босатпа», деді. Ыбырайым амалы құрып кездігін шығарды. Көз жасы көл болғаны сонша оны сүрте-сүрте екі жеңі су болып шылқып кетті. Ысмағұлды да өксік қысты, бірақ көзінен жас шығармауға тырысты. Жыласа әкесінің мейірімі оянып, Алланың әмірінен тайып кетуі мүмкін деп қорықты. Әкесін асықтырып: «Көке, тезірек орындамасаңыз тастың сызы денемнен өтіп барады. Менің көзімді байлап тастаңыз, әйтпесе мейіріміңіз ояна береді», деді. Ыбырайым бұны мақұл көріп ұлының көзін байлады. Тәуекелге бел буып «Бісміллә» деді де алмас кездікті ұлының тамағына тақады. Ұлының аппақ тамағына қолы тигенде оның нәзік жүрегінің дүрсілін сезді. Тамырынан қолай аққан жып-жылы қаны да бүлік-бүлік етіп бас бармағына сезіліп тұрды. Бір кезде әкесі қалтырап тұрған саусағының қалай батыл қимылдағанын сезбей қалды. Қанжарды шалт тартқанда баласының тамағын орып түсті. Өзі шошып кетті, бірақ қан ақпады. Пышақ қисық кетіп, балам қиналды-ау деп кездікті екінші рет тартты. Ол тағы өтпей қалды. Ыбырайым енді сасайын деді. Әшейінде жүзі лыпылдап, ойнақшып тұрған қанжарын не қара басқанын түсінбеді. Көзі байлаулы болғасын Ысмағұл ештеңе көре алмай алаңдай бастап: «Көке, қанжарды қаттырақ ұр, мені аяймын деп Құдайдың әмірін қапы жіберіп алма», деді. Ыбырайым тағы бір мәрте пышақпен орып еді. Кездіктің жүзі майысып қалды. Ашуы келіп: «Әй пышақ, неге өтпейсің?» деді де жүзімен тасты бір ұрды. Өткір кездік қара тасты май кескендей екіге тіліп түсті. Бір кезде пышаққа тіл бітіп: «Уа Халиулла, есіңде ме? Намрұт сені отқа өртегенде хақтан әмір түсіп, от саған жақын бара алмап еді. Қазір сен ұлыңды кес деп бұйырасың, Тәңірім кеспе деп бұйырады. Пайғамбардан Алланың әмірі күшті, мен соған бағынамын», деді. Ыбырайым өз құлағына өзі сенбей есеңгіреп отырып қалды. «Маған сайтан сыбырлап тұрған жоқ па осы?» деп тыңдай қалды. Сол сәтте «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар» деген тәкбір естілді. Тәкбірдің зор дауыспен айтылғаны сонша жер дүние теңселіп, таулар қозғалып кетті. Ыбырайым дауыс шыққан жаққа қарап еді, көктен тәкбір айтып төніп келе жатқан Жибірейіл періште екен. Бірақ жалғыз емес, қолында көк қошқар бар. Бұл қошқар баяғы Әбілдің құрбандыққа шалған қошқары еді. Әбіл мен Қабыл құрбандық шалғанда інісі қойдың семізін байлаған еді. Құдай құрбанын қабыл етіп, қошқарды пейішке әкетеді. Өзінің досы Ыбырайымға сақтайды. Мезгілі жеткенде жерге түсіреді. Жибірейіл періште: «Әй Тәңірдің досы, сынақ сағаты бітті, ұлың өзіңе құт болсын. Құдай құрбандыққа мына көк қошқарды шалуды бұйырды», деді. Ыбырайым өң мен түстің арасында қалғандай есі кіресілі шығасылы халде отыр еді. Жибірейілдің бір сөзін естіп, бір сөзін анық естімеді. Сәлден соң барып өзіне келіп, деп терең дем алды да «Ла илляха иллалла, Аллаху Акбар» деп тәкбірді жалғастырды. Баласының қолын шешіп бауырына басты.
ғайыптан тайып тірі қалғанына қуанған ұлы «Аллаху әкбар, уәлиллахил хамд» деп күбірлей берді. Асыл иман табудың машақаты мұншалықты қиын болар ма еді? Күдік пен үміттің ортасында үстері шылқылдап терлеген әкелі бала Құдайға мыңда бір шүкір етіп 4 рет сәжде жасады. Бұл кезде күн тас төбеден ауған еді. Ыбырайымның 4 бас намазы кейіннен мұсылман жамағатына 5-дегі парыз намазы болып бекіді. Ұлы мен әкесі көк қошқарды алып құрбандыққа шалды. Ысмағұл: «Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, ла илаха иллалла, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, уәлиллахи хамд» деп тәкбір айтып тұрды. Құрбан шалу тәртібі де кейінгі мұсылман жұртына парыз болып бекіді. Мал сойылғанда тәкбір айтып тұру Ысмағұлдан қалған сүндет екен. Ыбырайым мен ұлы Мінә тауына кеткенде Ажар мен ел жұрты жанын шүберекке түйіп отырды. Олардың кейбірі Ысмағұлды көз алдына елестетіп, егіліп жыласа, бірі Ыбырайымның тар сынақта қалғанын уайымдап аяушылық білдірді. Сырт көзге Ажар сабыр сақтап кілем тоқып отырған сияқты көрінді, ал ішінен тынымсыз тәңірісіне сиынумен болды. Бір кезде улап-шулаған балалардың даусы естілді. Олар сүйіншілеп Ысмағұл мен Ыбырайымның аман есен келе жатқанын айтты. Ажардың жүрегі шаттықтан жарылып кете жаздады. Үйіндегі барын далаға алып шығып сүйінші сұраған балаларға үлестірді. Сосын күйеуі мен ұлына қарай жүгірді. Бұл кезде пайғамбар мен Ысмағұлды қалың жұрт қоршап көрісіп жатыр екен. Ыбырайым құрбандыққа шалынған қойдың етін жұртқа таратып берді. Пайғамбардың сынақтан сүрінбей келгенін көрген ел жұрты да жаппай құрбандық шала бастады. Ажар күйеуімен ұлымен қауышып мәре-сәре болды. Бұл шаттық 3 күнге созылды. Осыдан бастап құрбан айтты 3 күн тойлау дәстүрге енген екен деседі.